Жайдарман Кап облыстық Жайдарман сайысы өз жалғасын табуда. Алдыңғы екі бағдарламада жоғары және де үлкен кубок, кіші кубокқа барша командаларымыз жолдама алған болатын. Және де қазір мектеп жасындағы балдарға, мектеп командалар арасында бүгінгі Е тобы сіздердің алдарыңызда өнер көрсететін болады. Бар жанарды жаулаған Жайдарман ашық. Е тобы бойынша өнер көрсететін командаларды қазір сіздердің алдарыңызда көре жатарсыздар. Құрметті көрермендер, олай болса сол топтарға әділ бағасын беретін қазылар алқасымен таныс болсаңыздар болады. Облыстық жастар ресурстық орталығының басшысы, менің басшым Мукеев Азамат. Тікелей Жайдарман сайыстарымызға қолдау білдіруші Сүрімет жастар қауымдастығы және де сол қауымдастықтың атқарушы директоры Талғат Тілес мырза. Облыс деңгейдегі Жайдарман сайыстарының редакторы, бүгінгі ойынның бас редакторы Әбдірахманұлы Өмір Серік. Барша жайдарманшылардың ағасы және де атасы болып келе жатырған біздің белді осы Қызылорданың Тереңөзектің намысын әрдайым қорғап жүрген, алдағы уақытта да қорғай жатады дегенде ойдамыз. Бақалек Бақытбек Қарамырзаев. Және де қазылар алқасының төрағасы, менің ағам деп айтсам да болады, кезінде ардагер жайдарманшы, қазіргі таңда кезінде Тұңғыш Астана болашақ құрамасында керемет командаларда өнер көрсеткен. Қазіргі таңда Қызылорда қалалық білім бөлімінің басшысы орынбасары Жаңаберген Парасат мырза. Құрметті көрермендер, алдыңғы екі бағдарламада өздеріңіз көресіздер, іріктеуден өткен 14 бірдей команда өнер көрсеткен болады, және де 14 команданың арасында үлкен кубок, кіші кубокқа командалар жолдама алды. Ал бүгінгі Е тобында өнер көрсететін 7 бірдей команда, сол 7 бірдей команданың ішінде 2 командасы жаңағы кіші кубокқа қосылып бірге өнер көрсету үшін, ағалармен бірге тең дәрежеде өнер көрсету үшін мектеп командалары бақ сынайтын болады. Және де мектеп командалары тек қана Қызылорда емес, өңіріміздің барлық аудандарын қамтыған. Олай болса, алғашқы шығатын командамен таныс болсаңыздар. Жаңақорған ауданының оқушылар үйінен келіп отырған Бриллиант командасы. Көңіл тербейді, бұндай мүмкіндіктер қайта келмейді. Түйріт-түйріт-түйріт, көңіл тербейді, чемпион болып қайтпасақ, олар ренжейді. Алло? Келдік. Қайдан? Оқушылар үйінен. Адам болам деген бала қонаққа үйір болады демекші, біз де келдік Қызылорда! Біз оқушылар үйінен келген соң әмбебап командамыз. Мысалы Гүлсая қолөнер үйірмесіне қатысады. Нұрислам ән үйірмесіне, Жарылқасын суретке, Жанна робототехникаға, және мен сумоншақ үйірмесіне. Құрметті әділ қазылар алқасы, сіздер бізді қай жағына сынасаңыздар да, біз оған дайынбыз. Онлайннан офлайн сабаққа ауысқан оқушылар мектепте. Саламатсыз, папай. Саламатсыңдар ма? Ұлдана, осы біздің мектепке жаңадан практикант апай келген ба? Ой, практикант апайды қойш, өзіміздің пән мұғалімді айтам. Түрін жаттай алмай, даусында әрі-әрі жүрміз ғой. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, бізде талантты әнші, биші, бәрі де бар. Құрметті әділ қазылар алқасы, бұлар баланың бетін қақпа, белін бу деген, бұлақ көрсең көзін аш деген. Ізеттілік кішіден, әділдік ағадан демекші, біздің сіздерге не айтқымыз келіп тұрған түсінген боларсыздар. Сіздермен бірге болған біз, Жаңақорғаннан келген оқушылар үйі Бриллиант құрамасы. Құрметті достар, олай болса ары қарай Жайдарман Кап бағдарламасын жалғастырамыз. Е тобының екінші сәлемдесуі. Жайдарман академиясының кіші тобы Орда Жайдарман командасы. Қызылорда телеарнасының тұрақты көрермендері, сәлем! Достар, біз бірден шығысымен мұғалімдерге айтатын өкпемізді айтайық.
Құрметті мұғалімдер, сіздер уже бізге басыңды ұмытып кетпейсің ба деген сөздеріңіз уже бізге қызық емес. Банально ол уже. Банально. Аса сөз тауып алыңыздаршы. Мен түсінбеймін да. Неге технология сабағында қыздар 8 сағатты біз неге жемейміз? Біз де жейміз келеді сол сағаттан. Оны біз де жемейміз. Технология сабағындағы ағайлар отырып алып жейді ғой. Сендердің мұғалімдерге дейтін реніштерің ладно енді. Менің Әлби ағайға ренішім бар. Әлби ағай, сіз Қызылордамен ойнадыңыз, Қоғалыкөлмен ойнадыңыз, Байқоңырмен ойнадыңыз. Бізбен қашан ойнайсыз? Әлби ағай, сіз жақында академияны жабады екенсіз. Әке, тастамашы, әке! Сіздердің алдарыңызда актерлық шеберліктері өте мықты орта жайдырма тобы біз Жалғастырамыз! Көреміз. Көреміз, карантиндегі отбасы. Папа, маған география сөйлеуге көмектесші. Мен география білмеймін ғой. Папа, сен картаны күшті ойнайсың ғой. Үлкен адамсыз ас қайырмайтын отбасы. Осы ата қайда? Ата Ақтөбеде жолда келе жатыр ғой. Звондап па бірден алыңдаршы. Бауырсақ ертексіндегі терезе өте биік болса. Әже, белім. Балалардың тренингі. Құрметті балалар, мен сендерге қазір балмұздаққа ақша табудың жолдарын үйрететін боламын. Бірінші тәсіл, папаның курткасының қалтасын қарайсыңдар. Егер де сауып қалған жағдайда сендер балмұздақ емес, таяқ жейтін боласыңдар. Және екінші тәсіл, үйге қонақтар келген кезде қонақтармен жағаласып, мамаңнан ақша сұрайсың. Егер де ол болмай жатса, онда папаң дос балдар келген кезде сушілек қарып қайтасың. Достар, біз негізі чемпион болуға лайықтымыз себебі Жұмабектің баласымыз. Орда жайдарман тобы барша үйіндегі ата-аналарына өз алғыстарын білдіреді екен. Ары қарай жалғастырамыз келесі сәлемдесуімен. Жаңақорған ауданы Шалқия ауылынан келіп тұрған Шалқия құрамасының жастарына кезек береміз. Құрметті қызылордалықтар, сіздер білесіздер ме? Жаңақорған ауданында 2 кент бар. Біріншісі Жаңақорған кенті, екіншісі Шалқия кенті. Біз Шалқия кентінен келдік. Шалқия кентінде 800 метр тереңдікте орналасқан шахты бар. Тыпай шахтының тасынан қорлық көріп жүрген жоқпыз. Біздің ауылымызда барлық жағдай жасалған. Мысалы, жаңа туылған сәбиге 6 КамАЗ прицеп шебін тасын береді. Және де оны туған анасына 8 КамАЗ прицебін гравитасын береді. Ол ма? 18 жасқа толған жас өспірімдерге 18 вагон бутвитасын береді. Ендеше ойынымыздың басын шақтан 30 жылдан кейін шыққан көкеміздің ең алғашқы сөзімен бастаймыз. Вақыт не болып кетті, қайтам үйге. Қазіргі таңда бір адам бірнеше жерде жұмыс жасайды. Сонымен мектепте. Балалар А деген әріп А болып жазылады. Директор ағай қол өттіресіз ба? Қойдым. Такси бар ма, такси? Алматов ағай, нан бар ма? Датым бар. Шірі емеш өренде. Ешкімнің көңілін қалдырмайтын бала досың үйінде. Досым, өтініш Wi-Fi ашшы. Аштым досым, кіріп ал. Мен де аштым. Сен үшін. Мен де аштым, Ереке. Рахмет, төртеуіңмен де кіріп отырмын. Аларыңыздан өнер көрсеткен Шалқия құрамасы, рахмет. Шалқия мекені
Рахмет, ары қарай келесі командаға кезек берейік. Алдарыңызда Абай атындағы нөмірі 2-ші мұрагер мектебі, мұрагер жастары. Түркістаннан келдік. Қандай Түркістан? Біз деген Қызылордаға тұрмаймыз ба? Біздің мектеп Түркістан көшесінде орналасқан. Сосын сіз айтамын. Қайырлы күн. Жігіттер, жайдарман кап. Жаңа формат, жаңа стиль, жаңа көрермен. Бұяққа келіп тұрып мектебіміз туралы айтсақ болмайды ғой? Болмайды, айту керек. Құрметті достар, біле білсеңіздер, біздің мектепте 4530 оқушы бар. Онда Ватиканды оп-оңай жаулап алады екенбіз ғой. Біздің мектептің әр оқушысынан 100 теңгеден алып, ертеңгі күні жаңа мектеп тұрғызып салуға болады. Біздің мектептегі ата-аналар жиналысын айтсаңдар. Ой. 3 күн бойы 4 сеанспен Нартай Бекежановты өтеді ғой. Сен мамаң айт, келесі жолы маска тағып келсін. Ол былай тұрсын. Біздің сыныптағы оқушылардың көптігі соншалықты. Мен журналда 178-ші болып тұрмын. Сабақ айтпағаныма 7 жыл болды. Жоқ, бірақ ойлаймын, фамилиям Шәймерденов болғанда жақсы болған екен. Ендеше 100 жылдық тарихы бар мұрагер мектебінен келген мұрагер жастары келді. Тамашалаймыз алғашқы әзіл. Мүлдем айлық алмаған күзетші. Жат. Не? Тонау. Күре берші айналайын. Бұрындары сонда, яғни халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс жасаған ағамыз қазір келер болса. Короче, мынаның көзін жоясын, түсіндің ғой? 3-4 суретін алып келін. Бәрі бір тұр ғой. Біздің мұрагер мектебінің қай жерде орналасқанын бірі білсе, бірі білмес. Сонымен көреміз мұрагер мектебіне таксист тап тұрған оқушы. Ассалаумалейкум аға. Мұрагер 500 айда. Мұрагер деген қаяқ. Мақұл, өзің жолда айтарсың. Мынау ассалаумалейкум аға. Оңға бұрыл Алматы. Келді ба? Жол әлі бар ғой аға. Солға бұрыл Көкшетауға түс. Оңға бұрылда Жетісуға түсші. Солға бұрылда оңға тоқта. Міне тоқтадым. Осы мектеп аға. Мен 500 теңгеңіз, рахмет. Сен балаң ұятың бар ма? Мен деген жаңағы Алатауың бар, Астанаң бар, хотя 600 қылса ені ме? Ұнайды маған, еркелеткен сөздері, ұнайды маған, жалын атқан көздері. Ойынымыздың соңын сол жағалаудағы жастар ресурстық орталығының басшысы Азамат аған сөзімен аяқтағымыз келіп тұр. Wi-Fi қосыңдаршы. Сіздермен бірге болған мұрагер жастар, рахмет. Рахмет, ары қарай сәлемдесу жалғайтын Жаңақорған ауданы Кейден ауылы Кейден құрамасы командасы. Баняға барар алдында бір душқа түсіп алатын Кейден құрамасы. Ассалаумағалейкум, Қызылорда! Енді тікелей эфирді пайдалана отырып командамыз таныстырып алайық енді. Менің атым енді Өркен, просто так Өркен. Енді мына баланың аты енді Мирас. Бұның түрі дейтін енді төбелеске тоймайтын тұр ғой. Төбелес аяқталғаннан кейін, братан, тағы бір төбелес беш дейтін тұр ғой. Общем, Жұмабектің бажасының түрі ғой. Мынаның аты енді Нұрасыл. Көктем келді. Терезен алдына сармай қоямыз ғой. Со бұлжырап кетеді ғой. Сондай тұр ғой. Мынан баланың аты енді Нұрсұлтан. Бұл дейтін ауылдағы нарадан келетін лай суға түсіп қарайып кеткен тұр ғой. Общем, құрбаға тұр ғой. Мынаның түрі дейтін не көрмеген тұр. Мынаның түрі дейтін ашаршылықты көріп тұр ғой.
мынаның түрі дейтін ұлы отан соғысын көріп тұр ғой. Мынаның түрі дейтін желтоқсан желін көріп тұр ғой. Мынаның түрі общем көне тұр ғой. Брат, аяғым ұйып кетті, қашан бастаймыз? Олай болса, жеңгелер жүкті жүретін күйден құрамас, біз бастаймыз! Тамашалаймыз, тәртіпсіз әнші бала ата-аналар жиналысында. Сенікі не ол? Үлкендердің алдында. Аналар ғой? Сөйтсе боқтайсың ба? Енді аналар ғой? Тез кешірім сұрап ол. Кешіріңіздер, аналардың құрметіне бір ән. Көрейік өте сақ әке. Ей, сен үйдің отағасысың ғой, балаңды бір-екі рет сығып алмайсың ба? Қояй айналайын, өскенде басын бәлеге қылар. Жігіттер, бізді қаланың қыздары менсінбейткен, ауылда тұрады деп, ауылдың балдары деп, біз қаланың қыздарына айтарымыз. Қыздар, бізде чупа-чупс бар. Рахмет, кейден құрамасы ары қарай сәлемдесуіміз жалғаймыз. Қазалы ауданынан келіп отырған нөмірі 249 мектеп лицейі 50-50 командасы. Жайдарман кап құтты болсын. Көреміз, жануарларды дұрыс танымайтын әке. Әке екен, о қандай жануар? Мына 30-40-қа толған қоян ғой. Көреміз, есік сататын дүкенді тонауға келген ұры. Жатындар. Ей, жатындар. Перзентхананың алдында болған оқиға. Мә, ертең қыз болса ше. Оған ертең мен косметика алып беруім керек, артынан киімі бар, ал менде кредит ипотека. Ал ертең ұл болса ше. Ол ертең бұзық болады, темек шегеді, армияға барады. Ал менде кредит ипотека. Сүйінші. Ассалаумағалейкум. Жақшаң алым бар. Қандай? Сіз егіздің әкесі атынан сізде ұл мен қыз. Егіз? Бірақ олар ертең көсілмеші мен кредит пен ипотека бәрін жауып тастаймын. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Қазалы ауданы номер 290 мектеп лицейдің артынан келген 50-50 командасы. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше. Рахмет, 50-50 командасы Қазалы ауданы нөмір 249 мектеп лицейінің директоры Батырбек Әділбекұлына өз алғыстарын білдіреді. Ары қарай сәлемдесуімізді қорытындылайтын Жаңақорған ауданы Кейден ауылынан 2 бірдей команда келіп отыр. Соның бірі тек қана қыздардан құралған Тәтті қыздар командасы. Ассалаумағалейкум, Жаңақорған. Бәрекелді. Жаңақорғаннан басқа жаққа шық көрмеген біліп қалды ғой. Қыздар, Қызылордаға келген екен жақсылап сәлемдесу керек. Бақол ағаға күлді ма? Күлген де жоқ. Ата-аналарымыз Бақол ағаның үстіне күлетін еді. Әділ қазалқаларында тағы кім отыр? Талғат ағамыз 95 жылғы екен. Біздің ауылдың 95-те не істеп жатыр дейсіңдер? Каспий голдтары құлттанып қалған соң Гошаның магазиніне 35 мың теңге қарыз ғой. Біз пештеміз, біздің тілектеріміз орындалады. Талғат аға, кәсібіңіз дөңгелектене берсін. Парасат аға, қаланың әкімі болыңыз, сосын облыстың әкімі болыңыз. Біреу-біреумен араласатын шығарсыз, бізге сеніп жүре бермеңіз. Аликош, жаным, қоңыр қозым. Өнерге шынында берілген ғой, жыртылып ойнайды ғой. Біздің кубок ағамызды айттыңыз ба, біз де жыртылып қалайық та?
осы жерге кубокты тығып жібермедік па? Миы бар адамдар түсінеді ғой. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен миы бар адамдардың алдында биі бар тәтті қыздар құрамасы. Рахмет. Облыстық Жайдарман Кап сайысының Е тобы, яғни мектеп командалар арасында өткізіліп жатырған сайысымыз өз мәресіне жетті. Енді бағана ойын барысында айтқандай, бір немесе екі бірдей командаға Қазылар Алқасы өздері таңдау жасап, келесі айналымға, яғни арнайы жүлдеге, арнайы кубокқа жолдама табыстайтын болады. Олай болса, Қазылар Алқасының пікірін бірге тыңдайық. Оқушылар үлкен рахмет, күшті, күлкілі болды. Негізі маған ең ұнаған команда Жайдарман академиясының оқушылары болды. Мақта бұл алдында көрген uzun ағаларына қарағанда інілері әлдеқайда күшті ойнайтын сияқты, жауапкершілікті сезінетін сияқты, жинақы, тамаша, керемет болды. Жаңақорған ауданының Шалқия құрамасы сценарий өте жақсы болды, бірақ жүйе болмады сіздерде. Бір сол кішкене жүйелеп, барлығын бір жинақтап, тағы да бір 3-4 рет дайындалып ойнағандарыңызда сіздерде әдемі материал болды. Одан кейін жалпы Жаңақорғанға үлкен рахмет. Басқа қалада, енді шын керек, басқа аудандарда қаншама мектеп бар. Бүгін енді бір Жаңақорғанның өзінен бірнеше команда қатысып отыр. Бұның осының барлығы әйтеуір сол жақтағы білім бөлімінің, жалпы мектептердің оқушыларға көп көңіл бөліп, жақсы жұмыс істеп жатқанның нәтижесі деп ойлаймын. Сондықтан бір шапалақ ұрып қойсаңыздар болады ол жерге. Рахмет сіздерге. Сәттілік. Рахмет. Ары қарай Талғат мырза. Барлық команда әртүрлі ойын көрсетті. Соның ішінде маған ерекше ұнағаны Жайдарман академиясы, Орда Жайдарман тобы. Ол енді бұл команда Әлекеңнің бір мықты командаларының бірі болады деп ойлаймын алдағы уақытта. Одан бөлек тәтті қыздар және де Абай атындағы мұрагер мектебін атап өткім келеді. Білім саласына қызмет жасап жүрсіз ғой енді. Парасат мырза. Расында мына әріптестеріме толық қосылам. Әр команданың өзіндік бір тәттілігі бар. Жақсы көңілді ойын болды. Жақсы көңіл көтердік, жақсы күлдік. Шығармашылықтар шыңдала берсін. Алдағы уақытта үлкен жетістіктер тілеймін. Рахмет. Азамат мырза. Жалпы кішкентай осы бүлдіршіндерімізге, іні қарындастарымызға сахнаға шығып, осы жерге өнер көрсетіп жүргендері үшін шынымен де алғыс білдіргім келеді. Шынымен де өйткені осыған үлкен ерлік, микрофон алып шығу, оның ішінде жай ғана шығу емес, әзіл айтып халықты күлдіру үшін үлкен тәжірибе керек, оған үлкен жүрек керек, сахнаға шығып жүрген жігіттер біледі. Сондықтан осыны дайындап жатқан ұстаздарға да алғыс білдіреміз. Жалпы командалар мықты, әріптестерге қосылам. Орда командасының өнері ұнады. Осындай оқушыларымыздың өнерлері өрге жүзе берсін деп тілейміз. Рахмет.